Сәлем достар. Бүгін біз оразаның 29 күніне арналған ас мәзірін ұсынамыз. Бүгін біз далада балалармен көп ойнадық, дүкен көп аралап жүріп, бізде тамақ істеуге, видео түсіруге аз ғана уақыт қалды. Сонымен мен 40 минутта дайын болатын тамақ жасаймын. Тауық етінен жасалынған тұздық және гарнирге мынандай булгур тамағын дайындаймыз. Бұл туралы толық ақпаратты қазір тамақ жасап жүріп айта кететін боламын. Сонымен бастаймыз. Қажетті нәрселер: жарты килограмм тауық еті, 2 картошка, 1 кабачок, қазақшасы кәді қой деймін, жаза кетіңіздер, қазақшасын білетін кісілер, 30-40 грамм сұйық май, 2 үлкен пияз, 1 орташа, аса кіші де емес, ортадан төмен сәбіз, жарты тәтті бұрыш, 1 ас қасық томат пастасы, 1 толтырмай ас қасықпен тұз және тауық етіне арналған 1 толық бетінен үйіп салынған тауық етіне арналған дәмдеуіш, 1 шай қасық соя соусы және 400 грамм булгур. Сондай-ақ су қажет болады бізге, мынданың бетіне құятын және булгурды қайнататын. Бастаймыз. Қазанымызды қыздырып, оған майды құямыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне тауық етін салып қуырамыз. Тауық еті қуырылып жатқанда оның үстіне соя соусын құямыз. Сондай-ақ тұз, дәмдеуіштерімізді саламыз. Жақсылап араластырып, тауық етін бұл жолы аса ұзақ қуырмаймыз. Себебі алдын ала маринадтап қойған жоқпыз, ол құрғақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан сөлін жоймай-ақ бетіне пияз және басқа да көкөністерімізді салып жібереміз. Және оның бетіне барлық пиязымызды саламыз. Пияз жұмсара бастағанда сәбізді саламыз. Сәбізден кейін бірден томат пастасын саламыз. 6-7 минут қуырамыз араластырып. Тұздығымыз қуырылып жатқанда біз 2 кесе булгурды, яғни 400-450 грамм болады, оған 4 кесе су құйып қайнатуға қоямыз. 4 кесе су құйып, аз ғана қасықтың ұшымен тұз саламыз. Себебі біздің тұздығымыздың тұзы жеткілікті болады оған. Бетіне құйғандағы бетін жауып, жарты сағат қайнатып пісіріп аламыз. Сәбіз 6-7 минут қуырылды және оның бетіне біз картошкамызды саламыз. Картошканы араластырып жібереміз. Және кәдіміз немесе кабачок, қазақшасын қазір дәл тілме келмей тұр. Және сақтап тұралған тәтті бұрышты ұзыншалап турап салып жібереміз. Тәтті бұрышты салып болғаннан кейін жарты литрдей су құямыз. Ақырын отта 25-30 минут қайнатамыз. Қанша қойып қойсаңыздар да булгур бір-біріне жабыспайды. Бұл өте ақуызға бай, және бұны жеп алғаннан кейін құр өзін көкөністермен араластырып жесеңізде ет жеген сияқты ұзақ уақыт қарныңызды ашқызбайды. Бұл әйел адамдарға өте пайдалы тамақ. Әсіресе бетін әжім баса бастаған кісілер осыны жесе, толықтықтан, артық салмақтан арылып жатқан кісілер осыны жесе, еті қашпай, еті салбырап қалмай арықтайтын болады. Булгурды салып алғаннан кейін бетіне тұздығымызды құйып аламыз. Салатымыз дайын, тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар, арнаға тіркеліңіздер.